барын, малын бергізген қуаныш пен қайғыдан қатар жылаған жандардың жеңісі. Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары, арма Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері. Қазақстан бұл соғысқа 12 атқыш, 4 кавалериялық дивизия, 7 Бүгін мерекеміз құтты болсын дейміз. Бұл жеңіске 78 жыл болған дейді. Енді кеше өздеріңіз білесіздер, мынау Ақтөбе облысында қазіргі таңда ол соғысқа қатысқан жанары жан жаздай жайраңдаған қызы сейілдің көргей деген қапысыз қалай айтқан қайран бабам қызы сейілдің көргей Отан үшін арпалыстық, алыстық, қаш тұспанын қасарыстық, қарыстық, жанымызды, тәнімізді табыстық, қара жерге ағып жатты қаныстық. Қаншалықты қарысқа мен қайратты, жерге талап жауыздарды жайратты, қанға бүгіп қан майданға қасақты. Ел қайтарып фашистпен, соғыс бітті жеңіспен, жеңдік жауды күрестен, жасалсын той мереке, жеңістің туы жалғында, жауымай мәңгі тұрады. Сол тумен өскен ашылда, елетін біз ұланы. Күндіз-түні уақытпен тым санасты, ерте тұрып жұмысына қарасты. Жарты қылсақ жыртық киім, күлкісіз бірақ намыс текпен қайнап таласты. Көп нәрселер тұрушы еді жараспай, ақжаулықты жеңгейлі жүр адаспай. Есіл-дерті майдандағы жарында, хат келсегер жиналады толаста. Найза кірпік жаудыреген көздері, көңілі біз жұмсақ көп сөздері. Ағайыннан хабар болмай тұр ғой тек көрсінетін Әлемізге бабалардың бағасын, қан маңдайда бала аңсап анасын, келеді деп ана күтті баласын. Жауынгерлер отан үшін ерледі, жауларына сүйем жерін
келмеді. Жанын қиып туған жерім елім деп, ama қанша көпшілігі келмеді. Бұлдақтардың ұрпақтары өрістеп, болашақтың бақытымен бөліспек. Бейбіт кезде төрт құбылам тегісте, маған дұшпан бола алмайсың сен үсте. Бүгін бізді қорқытуға мүмкін бе? Қоқан оғы қырғи қабақ соғыспен, алтын күлме өрнектелік нұрлайым, армандаймыз баспасы деп жырды уайым. Күткен жерде 22 июньді 9 майларымыз төндесіне, желбіреген жалауынан, мәңгі оттың алауынан, күлкісінен балалардың. Жеңіс күні бар жақсылық орнасын, ең атаулы күннің бірі, жаратқаным сіздерді жеңіс күнімен құттықтаймын. Халық жадында сақталады. Әрі қарай ауылдық кітапханада ұрпақтар ұмытпайтын ұлы жеңіс атты кітап көрмесімен жалғасады. Елімізде әрдайым бейбітшілік пен тыныштық